Сәлем, сізді бүгінгі видеода көргеніме қатты қуаныштымын. Ал бүгін біз шу және де OU етістіктерінің модальді етістіктерінің айырмашылықтарын түсініп егжей-тегжейлі талдайтын боламыз. Ал сіз болсаңыз грамматиканы түсінбей жүрген грамматикаңызды түсініп, бүгін миыңызды бір демалдандыратыныңызға сенімдімін. Онда сізбен бірге тест қағаз бен қаламыңыз дайын болса, бастайық. Бұл бүгінгі біздің сабағымыздың қысқаша мазмұны. Ал шу пен OU етістіктеріне келетін болсақ, олар екеуі де кеңестер мен ұсыныстарды, моральдық міндеттемелерді білдіру үшін қолданылады. Бірақ олардың қолданылуы мен мағынасында нәзік ерекшеліктер бар. Соларды талдайтын боламыз. Алдымен OU етістігінің жеке мағынасына және де қолданылуына келетін болсақ, бұл етістік ұсыныс, қажеттілік және де моральдық міндеттемелерді білдіру үшін қолданылады. Біріншіден, кеңес немесе ұсыныс. Емтихан тапсырғыңыз келсе, көбірек оқуыңыз керек. Біз бұл жерден you ought to study more if you want to pass the exam деген сөзді аудара аламыз. Одан кейін қажеттілік. Мен бүгін кешке ата-анама қоңырау шалуым керек. I ought to call my parents tonight. Моральдық міндет, яғни бұл жерде тереңірек моральдық ой мен мағына жатыр. We ought to help those in need. Біз мұқтаж жандарға көмектесуіміз керек. Ол қазір үйде болу керек. He ought to be home by now. Яғни бұл жерде біз ол қажет, ол міндеттеледі деп тұрған жоқпыз. Меніңше ол қазір біздің үйде деген секілді мағынада қолданылып тұр. Одан кейін бізде OU етістігі әрдайым to жұрнағы бар етістікпен бірге қолданылатынын айта кетуіміз керек. Ол сондай-ақ ought not to немесе oughtn't to деген формаларда кездеседі. Себебі біз үнемі болымды түрдегі формаларды қолдана бермейміз. Жасау керек деген секілді біз жасамау керек деген секілді қолдана аламыз. Ал сұрау формаларын айтатын болсақ, ол кезде ол жасауым керек пе? Сол кезде әдеттегідей біздің басты сөзіміз алға қарай шығып, есімдігіміз одан кейін қалай кетеді. Ал to одан кейін бірақ ought I to, ought you to болып өзгеріске ұшырайды екен. Енді біз шу етістігінің мағынасы мен қолдануына керек. Бұл да жалпы негізі етістікпен кеңес, ұсыныс, міндеттеме, күту үшін қолданылады. Және де оның мысалдарына келетін болсақ, ол кеңес пен ұсыныс. Сіз көкөністер мен жемістерді көбірек жеуіңіз керек. Бұл негізі міндет емес, жай ғана сыпайы түрде қолданылады. Яғни негізі солай жасасаңыз жақсы болар еді. Мысалға, тебе следует есть много овощей и фруктов. You should eat more fruit and vegetables. Және де одан кейін белгілі бір міндеттемелер. Мен үй тапсырмасын теледидар көрмей тұрып бітіруім керек. I should finish my homework before watching TV. Одан кейін бір нәрседен біз адамдардан немесе белгілі бір оқиғадан белгілі бір нәрсені күткен кезде біз орысша айтып жатамыз, оны ожидание деп. Мысалға, фильм кешкі сағат 7-де басталу керек. The movie should start at 7 p.m. Болжам, ол қазір үйде болу керек. He should be home by now. Жалпы шу етістігі біз if немесе when секілді кіріспе сөздермен қолданған кездерін көре аламыз. Мысалы, артық салмақтан арылғыңыз келсе, үнемі жаттығулар жасап тұру керек. If you want to lose weight, you should exercise regularly. Яғни бұл жерде біз оған ұсыныс айтып тұрмыз, бірақ ешқандай да міндеттемейміз. Тек жақсырақ таңдауды сілтеп тұрмыз. Ал одан кейін ауырған кезде дәрігерге қаралу керек. When you feel sick, you should see a doctor. Сонымен қатар біз шу етістігі жаңа айтып өткендей болымсыз немесе сұраулы кездерде де қолдана аламыз. Ол кезде should not болады. Ал егерде оны біз қысқартатын болсақ, shouldn't сөзі арқылы қысқарта аламыз. Мысалға, теріс түрін айтатын болсақ, бұл жерде тым көп қажетсіз тағамды жеуге болмайды. Қанекей, осығанға дейінгі біздің білімімізді қолдана отыра, бірге тым көп қажетсіз тағамды жеуге болмайды деген сөзді бірге аударып көрейік. Мысалы, бұл жерде қалай деп ойлайсыздар? Біз белгілі бір адамға тікелей айтатын болсақ, you should
жеуге болмайды дегендіктен notты қолданамыз. Немесе мына конструкцияны да қолдансақ болады. Should not eat too much junk food. Junk food дегеніміз біз зиян фастфуд тағамдарды айтқан кезде көбінесе қолданамыз. Ал сұрау формасы, мына жерге жазатын болсам, бүгінгі кешке біз баруымыз керек пе? Should. Өздеріңізге де сұрақ қойып тексеріп отырыңыздар. Should we go to the party tonight деген сөзді де қоссақ болады екен. Енді жалпы айырмашылық неде екеніне тоқталып өтсек. Біріншіден формалдылық дәрежесі. Яғни ought бізде ресмилірек болып естіледі, және де should сөзімен салыстырғанда ол күнделікті өмірде қолданғанға сай келе бермейді. Ал should күнделікті өмірде ауызекі тілде қолданғанға өте жақсы, яғни оны біз жиі қолданамыз. Біз көбінесе ought-ды белгілі бір контексттерде, немесе үлкен шығармаларда, саяси хаттарда, ресмилік дәрежесі жоғары хабарламаларда қолдануымыз абзал. Ал одан кейін тарихи аспект. Бұл жерде біз ought ол көбінесе архаикалық түрде қолданылады, және де ол көбінесе ағылшын тілінің ескі түрінен шыққан. Мысалы, should дегеніміз бұл жерде көбінесе стандартты түрде естіледі, және де қазіргі заманға сай заманауи стильде. Ал біз кеңеске немесе ұсынысқа сілтеме жасаған кезде де айырмашылық көре аламыз. Бұл жерде should ол белгілі бір ұсынысты, біздің кеңесімізді білдіреді. Дәл солай ought да соны білдіреді. Алайда ought көбінесе ол қаттырақ кеңес, және де ол үлкенірек белгілі бір моральдық деңгейді білдіреді. Біз осыны жасауымыз керек қой. Яғни егер де сіз қайырымдылық немесе тағы да бір терең тақырыптар, жан дүниенің байлығы туралы сөйлескіңіз келсе, онда сіз ought-ды қолданғаныңыз абзал. Яғни ought-дің күші де басымырақ. Неге басымырақ? Ал should-дігін біз сәл төменірек ауызекі тілде кішкене бәсеңдетсек болады екен. Одан кейін әртүрлі контексттерде қолдануы. Мысалы, should ол көбінесе әмбебап келеді, және де ол түрлі ситуацияларда қолданылады. Оған біз түрлі кеңестерді, ұсыныстарды, және де адамдардан бір нәрсе күткен кезде, немесе болжамдарда қолдана аламыз. Ал ought ол көбінесе жаңағы айтып өткеніміздей белгілі бір міндеттемелерде, немесе моральдық аспекттерде білдіру үшін қолданылады екен. Ал енді жүйе қойылатын сұрақтарға да келіп қалыппыз. Should пен ought етістіктерінің айырмашылықтары неде? Егер де қысқаша жауап беретін болсақ, should ол жүйе кездейсоқ сөйлеуде қолданылады, ал ought әлдеқайда ресми естіледі, ескірген болып саналады. Және де бұл жерде should көбінесе әмбебап түрлі контексттерде кездесе береді. Should үлкен аудиторияға, жалпы көбірек әлемге таралған, және де көбінесе заманауи ағылшын тілінде қолданылады. Ал ought болса да азырақ келеді, яғни ондай қатты танымал емес. Етістік қандай жағдайда қолданылу керек? Яғни бұл жерде біз қандай етістік туралы айтып отырмыз? Біз should етістігі туралы айтып отыр екенбіз. Бұл should етістігі ол көбінесе кеңестерді білдіретін кезде қолданылады. Белгілі бір жасау қажет, белгілі бір ұсыныс өзінің тәжірибесіне негізделген, біліміне негізделген, белгілі бір қалау керек әдеттерді қолданған кезде, айтқан кезде қолданылады. Бірақ та ол ешқандай да міндеттеу емес, яғни сен осыны жасау керексің, немесе оны жасамауға тыйым салынған деген нәрсе емес. Жай ғана біздің өзіміздің ойымыз, кеңесіміз деп қарастырсақ болады. Ал ought етістігі қандай жағдайда қолданылады? Бұның барлығын біздің сабағымыздың қорытындысы деп санасаңыз болады екен. Ол моральдық міндеттемені айту үшін қолданылады екен. Бүгінгі сабақ осы. Тақырыпты бекіту үшін описаниедегі тапсырманы орындап өтіңіз. Сонымен қатар бізді қолдап, тіркеліп өтсеңізде қатты қуанып қаламыз. Келесі жүздескенше.